Кеше тапсырып 37 жинадым дейді. Міне қараңдар. Красавчик, красавчик кім мына? Алтынбекович дейді. Өте қуаныштымын. Короче, Дони 40-тан 33 алдым дейді. Бүгін результаттар не деген керемет, е? Ну что, достар, бастаймыз ба эфирімізді? Болды, давай. Motion Art, рахмет от души. Елді мекендерден тыс жерде орнатылған тақтайшасы бар осы жол белгісі дейді. Сіздерге не ақпарат береді? Енді варианттарын оқып шығайық. Қауіпті бұрылыстар туралы ескертеді және қауіпті учаскінің ұзындығы 300 метр екенін көрсетеді дейді. Жандарым, конечно, мұнда вариант бізде, міне, қараш. Вообще, осы сұраққа келгенде көбісі қателеседі екен. Мен айтамын да, жаным сол, бірінші белгінің атауы қалай болады? Белгінің атауы қалай? Кейбіреулері қауіпті бұрылыс дейді. Қауіпті бұрылыс дегеніміз ол бір бұрылыс деген сақылды емес пе? Мынау бізде қауіпті бұрылыстар болады. Сондықтан жауабын оқыған кезде қауіпті бұрылыстар дегенді оқу керексіздер. Және де 150-300 метрден кейін 300 метр ара қашықта сіздерде қауіпті бұрылыстар 300 метр ара қашықта болады екенін сіздерге ақпарат етеді. Онда міне қауіпті бұрылыстар туралы ескертеді және қауіпті учаскінің ұзындығы 300 метр екенін көрсетеді. Болады, жандарым сол. Ну что, поехали дальше, да? Әрі қарай кеттік. Келесі сұрағымыз, достар, бұл pddtest.kz командасының сұрақ жиынтығы. Мыңда 1500 сұрақ бар, 40-тан бөлінген 32-ден жоғары жинау керексіздер. Тұрғын аймақта жұмыс істеп тұрған қозғалтқышпен тоқтап тұруға рұқсат етіледі ме дейді. Қараш. Негізі былай да, жандарым, мысалы, білесіңдер ғой, Астанада, мысалы, қыстың күні примерно 45-50 градусқа дейін болып кетеді. Пишет 40 деп, ощущение как 55 болады примерно. Сол уақытта сен осылай көлігіңді дворда оталдырып қоюына бола ма дейді да? И бізде рұқсат етіледі. Егер тұрғындарға жайсыздық тудырса, тыйым салынады. Егер ол осы ауданда тұрса, рұқсат етеді, тыйым салынады дейді. Конечно, жандарым, дәні басасыңдар, но менің ойымша бұл заң кішкене дұрыс емес. Себебі қыстың күні көлігінде тұрақ бәрінде жоқ, далада тұрады көліктердің. Егер де оталдырмай жылытпасаң не болады көлігіне? Сынат, содан кейін үкімет жөндеп бере ме оны? Өзін жөндейсің ғой. Бірақ бар ғой, осы заңда жазылғанда, бірақ ешкім оны қолданбайды да. Смело оталдыра бет, автозаводкасын деп қосып қояды да, 2-3 сағат тұрады машиналар оталып. Кейбір еще бір лайфхак айтайын. Мысалы, Астанада қалып қалдыңдар ма көлікпен, анандай умниктер болады. Дала аяз 45 градус, машинамды оталдырып қоям да, түні бойы істеп тұра берсің дейді да. Қараш, жаным сол. Мысалы, сен түні бойы көлігіңді оталдырып қойдың. Далада 40 градус аяз да, мына глушительнен сенде конденсат шықпай ма? Содан кейін анау конденсат, сосулька болып жерге қарай тұрып қалады. Содан кейін конденсат бүкіл бар ғой, артында глушитель бар ғой, сол бәрі забитый болады. Содан кейін машинаны вообще оталмай қояды. Ни в коем случае машиналарында оталдырып қойып, түні бойы тұрып жүрмесің, жандарым. Конденсат қатып қалса бітті, сосын отогрев шақырасыңдар. Бүкіл нені бар ғой, глушительді отогревать ету керек болады. Жақсы, жүргізушілердің қайсысы автомагистральда тоқтап тұруға ережесін бұзды дейді. Екеуі де дейді, конечно, екеуі де. Автомагистральда мүлдем тоқтамайсыңдар. Екеуі де бұзды. Жақсы, ары қарай кеттік. Көрсетілген жол белгілері сізге не ескертеді дейді. Мынандай белгі көресіңдер ғой, ол нені ескертеді саған? Ол вайде ескертпейді бізге. Ол бізге ақпарат береді. Мына бізде жол беріңіз дейді. Астындағы белгісі ол қосымша ақпараттық белгі. 250 метрден кейін стоп деген белгі пайда болады дейді, жандарым. Сонымен көліктің қозғалысына реттелмейтін, аялдамай жүруге тыйым салынатын жол белгісі орнатылған қиылыстың жақын қалғаны туралы ескертеді дейді. Конечно, қиылыс бар дейді. Бар, рахмет достар, лайктарыңызға. Обязательно тіркеліп кетіңіздер. Біз күнделікті осындай қызықты эфирлар өткіземіз. Сағат 11-ден 12 уақыт аралығында қазақ тілінде және кешкі сағат 6-дан 7 уақыт аралығында орыс тілінде болады, жандарым. Көрсетілген жол белгілерінің қайсы сізге көлік құралын
сағатына 30 км жылдамдықпен жүргізуге тыйым салады дейді. Енді бүйтейікші, рахмет от души. Көптеріңіз білесіңдер, енді араларыңызда бар шығар білмейтіндер, соларға бір түсіндіріп өтейін. Мысалы біз мында екі белгі көріп тұрмыз. Бірінші автомагистраль. Мында 40-тан қанша болады скорость максимальный? 140 болады, молодцы. Екінші белгі келейік, бұл автомобильдерге арналған жол дейді. Бұл жерде де қандай жылдамдық болады? Ол 40-тан 110 болады. Екеуі де автомагистраль сақылды ғой, то есть осы екі белгіде біз 30-дан төмен жүруімізге тыйым салынады. Енді келесі белгісіне келсек, бұл бізде төрт бұрышты чоза белгі мынау. Көк түсті еще, 50 деп жазылып тұр. Не дегенсіз? Ол ұсынылады дейді, жаным сол. То есть сен бұл белгіде 50-ден жоғарыда, төменде жүре беруіне болады. Жоғарыда, төмен. Сонда сен осы белгіде 30-бен жүре бересің. Қызыл белгі көрсе, ол 50-ден жоғары жүрулеріңе болмайды. Дұрыс па? 50-ден жоғары жүрсең, саған айыппұл салынады. Бірақ 50-ден төмен кез келген жылдамдықпен жүре беруіне болады. Сондықтан бізде дұрыс жауабымыз мына екі белгіде біз 30 км сағатымен жүруімізге достар тыйым салынады. Дұрыс па? Сонда бірде екі дейсіңдер міне. Дейді, бір және екі белгілері дейді. Памам. Красавчики, бір екі. Жолдасбек деген бауырымыз мында жазып кетті. Ал енді келесі белгімізге келдік, достар. Бұл жол белгісі сізге не туралы хабарлайды дейді. Что за белгі мынандай? Кейбіреулеріңіз енді көрген шығарсыздар мынандай белгіні, мынандай белгі бар ма не, братан? Что-то сен арада қуып кеттің ғой деп. Бұндай белгі негізі бар. Енді мынандай болады ғой, кармашка дейміз ғой, сол кезде осындай белгілер орнатылады. Сол кезде ол басымдылықты көрсетеді. Сондықтан давайте қазір варианттарын қарайық. Көбісі аны басып жатыр. Жүргізушілерді параллельді жолға қатар ауыстыру кезіндегі қозғалыс басымдықтары туралы хабардар етеді дейді. Дейді. Параллель жол деген сөзді белгілеп қойды. Міне молодцы достар. Міне осы белгіде сіздер бүйтіп айтасыздар. Жүргізушілердің параллельде жолға қатар ауыстыру кезіндегі қозғалыс басымдықтары туралы хабарлар етеді. Бірақ Қазақстанда әлі көрмеппін осындай белгілер орнатқанын, бірақ жол ережесінде достар бар ондай. Келесі сұрағымыз міне. Осы жағдайда қай автокөлік жүргізушісі жолаушыны түсіру үшін дұрыс аялдады дейді. Міне қараш. Қайсысы дұрыс аялдады бұл жерде? Енді белгіге келсек, жандарым сол, қараңдар. Мынау бізде бір жақты жүру жолы дейді. Ол айтып тұрған жоқ, осы жолақ қана тура бағытта жүрсін. Ол барлық жолақ бір бағытта жүргенін сіздерге ақпарат етті. Енді оң жағымызға қарасақ, бізде А деп тұр. Мында полоса маршрутных транспортных средств дейді. Бұл жерде сплошной болса, мүлдем сізге тоқтауға болмайды. Енді ортасынан, конечно, сенің бір жерін дұрыс десе, онда тоқтауға болмайды. Енді ақырғы сол жақ жолақта бір жақты жүру жолында аялдауына болады. Сондықтан бізде мына екеуі нарушитель болып тұрды, мынау красавчик болып тұр. Қызылдағы примерно қызыл көлікті жүргізушілер негізі қыздар ғой, қыздар негізі жақсы жол ережесін білет, жаттайды олар. Еще дұрыс қабылдайды оны. Осы жағдайда қай автокөлік жүргізуші жолаушы түсіру үшін дұрыс аялдады десе, қызыл дейміз. Қайда мұнда? Қызыл түсті автокөлік жүргізушісі міне. Абам. Жақсы. Енді қараңдар достар, мынандай екі сұрақ келу мүмкін. Екеуінің айырмашылығы былай болады. Мысалы, былай жерде тұтастан ба емес, үзік-сызық болса мынандай прерывистый линия дейміз ғой. Сол кезде екі жерде де аялдауға болады. И то сенің дұрыс жауабын, мысалы, мына жасыл көлік аялдауына болады, егерде маршруттық көлік құралына кедергі келтірмесе десе, кешірім. Все, әрі қарай кеттік. Келесі сұрағымыз. Мына жол белгілері не білдіреді дейді. Не білдіреді мынау жаным сол? Қараш. Бұл белгі былай ол. Орнатылған жерінен 50 метр ара қашықта сіздерге 5 минут уақытқа дейін тұруларыңызға болады. Адам түсіріп кету, жүк салу деген сақылды. 5 минуттан жоғары сіздерге тұруларыңызға болмайды. Аялдап тұруларыңызға тыйым салынады. Қай жерге аялдағың кеп тұр, братан? Сен белгінің алдында тұра беруіне болады 5 минуттан жоғары, немесе 50 метрден кейін, немесе қарама-қарсы бағытта. Түсінікті ме жаным сол? Так что солай.
Енді братан, кейбір кездерде мен мынандай көрем, егер де астында 50 деген белгі болмаса, онда қалай қолданамыз деген бауырларым болса, белгіден өткенсің келесі қиылысқа дейін әрекет етеді екен. Сондықтан достар, біліп жүрейік, жарай ма? Бұндай белгілерде тоқтайсың, бірақ 5 минуттан жоғары тұруына тыйым салынады. Дұрыс жауабын таңдайық. Тоқтауға тыйым салынады белгісінің қолданылу аймағы. Тоқтауға жоқ. Тоқтап тұруға тыйым салынады белгісінің қолданылу аймағы. Тоқтауға тыйым салынады белгісінің қолданылу басталғанға дейінгі қашықтық дейді. Тоқтау тұру тыйым салынған белгісінің қолданылу басталғанға дейінгі қашықтық дейді. Ой, жандарым, сол мынау емес пе жай ғана? Бұл болады міне. Короче, оқи берсең, ана миың шайқалып кетеді екен, бар ғой. Бұл жол белгісі жүргізушіге не туралы хабарлайды дейді. Міне, ПДД-тест теория видеода сөйлейтін осы емес пе дейді. Иә, мен ғой сол, брат. Осы кісі ғой, осы кісі. Не дейді? Бұл жол белгісі жүргізушіге не туралы хабарлайды дейді. Мынандай ситуация, жандарым. Асығыстан келе жатсың да, иә, и полицияға тоқта деген бұйрығына тоқтамай қаштың, короче. Кет бара жатсың да мынандай белгі көрдің, иә? Бұл белгі саған не дейді, жаным сол? Бұл белгінің атауы бізде тұйық дейді. Тұйық деген не ол? Ол тупик деген сөз. То есть саған ақпарат беріп тұрды, мына жақта жаным сол кіруіне болады, әрі қарай жол жоқ дейді. Сондықтан полиция қызметкерінен ба біреуден қашсан, мында кірсең, қораға бірақ кіресің, ұсталынасың, жаным сол. Сондықтан белгілерді біліп жүріңдер деп бастайын ба? Басқа бағытта жүресің. Так что, достар, бұл белгіні мынандай шуткамен жаттап алыңдар, тұйық дейсіңдер, тупик, жарай ма? Ары қарай кеттік. Енді мына арада битеміз, міне. Полиция қызметкерлерінен никогда қашпаңдар. Айыппұл деген үлкен, немесе вообще қамауға алады. Оңға бұрылуға тыйым салынады дейді. Оңға кіруге тыйым салынған дейді. Жолдың оң жағына өтпелі жол жоқ дейді, міне. Вариант бізде Б дейміз. Келесі сұрағымызға келді. Қайтадан отырмын, міне. Сізге қиылыста оңға бұрылуға рұқсат па дейді. Айтыңдаршы маған, бола ма, болмай ма? Не істейміз мынандай белгі көрген кезде? Варианттар разный, иә? Артынан біреу қуып келе жатса, бізге болмайды. Мен анау тупикта тұрсам кіре беремін. Мен анау белгіні білмей кіріп кетемде, ары қарай жынданамын. А чё дальше, жол жоқ па не деп? Конечно, достар, кіре бересің ғой, жаным сол, мынау белгі саған жай ғана тупик бар дейді да, кіре бересің кіргің келсе. Сізге қиылысқа оңға бұрылуға рұқсат па? Конечно, иә, братан. Смело кіре бересің міне. Болады деп көбісі жазып жатыр. Рахмет, достар, лайктарыңызға. От души, Ера, от души кіре бересің дейді. Көліктер қандай реттелікпен өтеді дейді. Енді мынандай, қандай кезекпен жүресіңдер, қараңдаршы мына суретке. Мысалы, бұл бізде қиылыс, иә? Осы қиылыста мына белгіні білесіңдер ғой, иә? Ол да бізде басты жол. Бірақ бұл белгі негізі қиылыстан алдын ала бізге ескертеді да, біздікі басты жол болады. Екінші дәрежелі жолмен сіздер қиылсасыңдар дейді. Енді екеміз главныймыз да, бірінші, конечно, мына сары өтеді, содан кейін барып біз өтеміз, содан кейін барып мына жүк көлігі өтеді. Дұрыс па? Себебі ода уступи дорогу деп тұр. Осылай міне, КамАЗ сары Айдон дейді. Айдон, жаным сол. Ты, наверное, думаешь, да? Этот КамАЗ у нас такой большой деп. Енді КамАЗ тем более қап-қаранды, жаман кісі отырған шығар, біз оған жол бере салайық деп. Олай емес, сен жол белгілерімен қолдарын, жаным сол. Бірінші мынау жүреді. Содан кейін барып сен жүресің. Содан кейін барып мынау жүк көлік жүреді. Дұрыс па? Жақсы. Так. Жеңіл автокөлік, шағын автобус, жеңіл көлік, содан кейін барып жүк көлігі міне, Д варианты міне. Көрдіңдер ма? Қараңдар, анимациясын қараңдаршы міне. Все, ары қарай кеттік міне. Келесі сұрағымызға көшеміз. Ал енді былай, жандарым, бұл жағдайда көк автомобиль жүргізушісіне қиылыстан тура бағытта өтуге рұқсат етіледі ме дейді. Міне, белгіні көрсетейін.
бұл жерде короче прицеппен жүруге болмайды деп тұр ғой, бір сөзбен айтқанда, иә. А сен буксировка жасап келе жатсаң, буксировка жасаған кезде де сен осы белгіге кіруіне болмайды. Сондықтан сен бұл қиылыста басқа бағытта жүріп кету керексің, солға немесе кері, дұрыс па? Сондықтан біздің жауабымыз бұл жағдайда көк автомобиль жүргізушісіне қиылыста тура бағытта десе жоқ дейсіңдер. Рахмет достар, лайктарыңызға. 22 мың жинап тастадық ба? Жүргізушіге осы жағдайда аулаға кіруге рұқсат етіледі ме дейді. Қараңдаршы жандар, мысалы, короче, мына проблесковый маячок сізді келе жатыр да, и ол солға бұрыла сала ма, әлде болмай ма? Айтыңдаршы. Оның жыпықтауық маягы жоқ, солға бұрыла ма, әлде бұрылмай ма? Вроде бы, братан, нарада знак тұр прямо деп. Значит, ол тура жүре бермей ма? Айтыңдаршы маған. Жоқ. Мынандай белгіде көбісі шатастырады. Мынандай домалақ белгісі бар. Домалақ белгіде вот именно сен солға бұрыла алмайсың. А мынандай төрт бұрышты белгі көрсеңдер, ол барлық жолақтар бір бағытта жүреді дейді. Сондықтан сен оңға да солға да бұрыла бересің. Главное, жаным сол, разворот жасап кетпе, а то штраф аласың, 6 айға праваңды алып қояды. Мында рұқсат етіледі дейсіңдер ма? Әрі қарай кеттік достар. Біз нешінші сұраққа жеттік? 14-ке жеттік па осы? Саған базар жоқ. Келесі сұрағымыз. Осы жағдайда жүргізушілердің қайсысы ереже бұзуда дейді. Енді бүйтеміз мына. Мында 3 тоннадан көп па, аз ба мынау? Мынаны айтыңдаршы маған. Бұрын мынау мектепте болушы еді, иә, мынандай стрелка болушы еді, былай көп па или аз ба? Мынау көп па? Айтыңдаршы соны маған. Екеуі де болса дейді. Көп дейді. Мынау наоборот көп қой, иә? Көп дейді. Бәсе, емай. Просто мектеп кезінде енді жақсы оқыған ғой, енді ұмытып қалған негізі. Мынандай стрелкаларды редко көресің да. Жарайды, мынараға жаза салу керек негізі көп деп, е? Жақсы. Енді қараңдар, жандарым. Автомагистральға шығасыңдар ма? Автомагистральда 40-тан төмен жүретін көліктерге жалпы жүруге болмайды. Түсінікті ма? Ат арбамен жүресің ба? Сенің атын ана бәйгеге қатыса ма? Айырмашылығы жоқ. Саған осы автомагистральға шабуға болмайды. Велосипедпен де жүрмейсің, мопедпен жүрмейсің, түсінікті ма? Мотоциклмен ғана болады. Енді жүк көліктің салмағы 3,5 тоннадан жоғары болса, ол ақырғы жолақта жүруге болмайды. Максимум 1 немесе 2 мен жүреді. Үшінші жолақта жүруге болмайды. Неге десеңіздер, себебі бұл автомагистральда ең жоғарғы жылдамдық 140 болады. Сондықтан өте қауіпті болады. Енді бүйтеміз. Екеуі де нарушитель, иә? Жарайды. Содан кейін қараңдаршы, міне, мысалы былай. Өмірімізде де былай да, міне, мынандай автомагистраль жолында жүресің ғой сен. Мында бізде неше жолақ бар міне? 1, 2, 3. Жандарым сол, сіздерге бүйтіп түсіндірейінші. Мынандай белгіге келдің ба? Оң жақпен жүрш, пожалуйста. Ортаңғы жолақтар не үшін керек саған? Басып озу үшін ғана саған арналған, түсінікті ма? Кедергіні айналып өту үшін арналған. Сондықтан мен өмірде постоянно барабой бір жаққа шығамда көрем. Жүргізушілер 3-ші жолақтан 20 мен айдап келеді, 40 пен айдап келеді. Басын сыйма, оң жағын бос па, оң жаққа көшесін. Көрші жолақтар тек қана озу үшін. Түсінікті ма? Ол үшін де айыппұл алынуға болады. Сондықтан достар, запомните, қаланың сыртында оң жақпен жүрем. Қаланың ішінде кез келген жолақпен жүрем. Жарай ма? Все. Поехали. Екеуі де тек арба, көлік, жүргізушілер екеуі де ереже бұзуда дейді. Все. Түсіндім дейді. Просто көбісі нарушитель да. Қаланың сыртына шығады да, ортасымен жүреді, сол жағымен жүреді. Қаланың сыртында Астана бітті дей ма, басқа да қаланы бітті ма, оң жақпен жүресіңдер. Только оң жақпен. Егер жаяу жүргіншілер өткелінің артында кептеліс пайда болса, жүргізуші қайда тоқтауы керек дейді. Енді понятно ғой, мына арада қайда тоқтайсың да, жаяу жүргіншілер өткелінің алдында аялдайды. Жаяу жүргіншілер өткелінде 10 метр, тура жаяу жүргіншілер өткелінің алдында аялдайды. Енді С варианты болады, мында дұрыс. Непосредственно перед пешеходом. Мында данный момент чисто стоп-линияның алдында тоқтайсың, жаным сол. Бірақ мына стоп-линия болмаған жағдайда сіздер мына пешеходный переход бар ғой, соның дәл бойында тұрасыңдар. Стоп-линия болмаған жағдайда, мына белгісі болмаған жағдайда сөйтесіңдер. Жақсы.
Достар, сіздерге бір ақпарат айтып өтейін. Оған дейін сіздер бір лайкты басып жүрейік. Экранда жол қозғалыс ережесін қазақ тілінде дамытайық, достар. Бізде осындай керемет кітаптарымыз бар. Жол қозғалыс ережесі бойынша екі тілде, орыс тілінде және қазақ тілінде. Бұл кітаптың ерекшеліктері, достар, мынандай иллюстрация суреттері бар. Өте керемет негізі дайындалғанға. Мысалы, сөйлемін оқисың, суретінің қарайсың, сізге жеңіл болады жаттауға. Және де әр тақырыптан кейін бізде мынандай тесттері болады. Тесттерінде жауаптары бар, және де QR кодымен. То есть, бұл кітап негізі өте керемет. Қараш, сен мысалы сөйлемін оқисың, суретіне қарайсың, саған ол жеткілікті болады да, уже жаттап алуға тақырыпты. Содан кейін сол тақырып бойынша тест өтесің де, еще QR коды бар. QR код деген не ол, братан десең, сканировать етесің де, тест арқылы дайындаласың, телефонда тегін болады. 4990 теңге. Қазақстан бойынша барлық қаларға жетеміз. Каспий магазинде тұрады, достар. ПДД РК деп жазсаңдар шығады. Осымен дайындалшы, жаңағы сол жеңіл жаттайсың, өзіне де жақсы болады. И на всю жизнь қалады ғой бұл кітап сендерге. Әрі қарай кеттік. Сізге рұқсат етілген ең жоғарғы масса 3/5 тоннадан аз жүк автомобилін басқарған кезде осы қиылысқа қай бағыттарда жүруге рұқсат етіледі дейді. Так. Аз жүк көлігі болса, любой бағытта жүресің ғой, сен мына белгілерге бағынбайсыңдар, егер 3,5 тоннадан төмен болса. Кез келген бағыт. Жақсы, ары қарай кеттік. Сіз дейді, елді мекеннен тыс жерде аялдамадан шығып келе жатқан автобусқа жол беруге міндеттісіз бе дейді. Мынандай сұрақ келді бізде. Енді қараңдар. Қаланың сыртында сен айдап келе жатсың да, жаным, сол қаланың сыртында сен осы аймақта қандай жылдамдықпен жүресің, айтшы маған. Осы жолда қандай жылдамдықпен сіздерге жүруге болады? Айтыңдаршы маған. Нешемен жүресің арада? Міндетті емес, бермеймін дейді. Беремін дейді. Қалтамда 570 теңге бар десеңдерші. Қандай жылдамдық мұнда? Так. Енді бейтеміз арада, бейтесіңдер мына. Жылдамдық аймақта қанша? 100 болады. Елді мекен тыс жерде осы аймақта 100-бен жүресіңдер. Енді 100-бен айдап келе жатсаң, автобус жүрісің бастаған кезде үлгересің ба тоқтауға? Үлгермейсің. Сондықтан автобус елді мекен тыс жерде автобус аялдамасынан шықса да, сіздер жол берместен басымды болып өтесіздер. Түсінікті ма? Сонымен бүйтеміз, сіз елді мекеннен тыс жерде аялдамадан шығып келе жатқан автобусқа жол беруге міндеттісіз бе десе, міндетті емессіз. Міне көрдіңдер ме? 200-ді қомбір, жаным, сол қайдағы 200, саған точно 570 теңге керек болады ма? Міндетті емессіз. Міне ары қарай кеттік. Келесі сұрағымыз, достар, осы учаскеде рұқсат етілген ең жоғарғы масса 3/5 тоннадан асатын жүк автомобильдің жүргізушісіне тұраққа рұқсат етіледі ме дейді. Енді қараш, сіздерге бүйтіп түсіндірейін. Егер де тұрғын аймақта сен, мысалы, осы үйде тұрасың да, КамАЗ сатып аласың өзіне, енді наглый болып тұраққа қойып жүрме, двордың ішінде негізі болмайды. Жүк көліктердің өздерінің парковкалары бар ғой, білесіңдер ғой, анда тир паркинг деп жазып қояды қаланың сыртында. Енді тұрғын аймақта қай кезде болады? Мына тұрақтың белгісін көрсең, астында мына жүк көліктің белгісі болады. Немесе автобусын болса, автобустың белгісі болады. Сол кезде ғана саған рұқсат етеді, арнайы орындары болса. Сондықтан тұрғын аймақта мүлдем жүк көліктеріңізді, автобустарыңызды тұраққа қоймаңыздар. Мында біздің жауабымыз тыйым салынады деп белгілейміз. Міне болмайды, запрета дейді. Жақсы, рахмет, ары қарай кеттік. Енді мынандай сұрақ енді. Негізі жақсы сұрақ, елді мекен тыс жерде біз сіздермен айттық. Жандарым, сол біз сіздермен 100-бен жүруімізге болады дедік. Осындай аймақта, Жақсы. Енді бұл сұрақ былай. Біз осы жерде белгі көріп тұрмыз, 60 дейді. Осы 60 деген белгіден 75-пен жүруге бола ма осы аймақта дейді. Осы белгіден өткенсің, сіздер 75-пен жүре аласыңдар ма? Қалай ойлайсыңдар? Жаңағы КамАЗ не болып тұруға бола ма, жоқ па? Болмайды. Обязательно белгі болу керек та, тұрақ еще астында жүк көліктің суретін. Өздерінің суретін салып алып қойып қоясыңдар ғой деймін, дворға, Болады дейді. Дұрыс. Бұл белгі мына арада 60 деп тұр ғой, 4 бұрышты белгі көресеңдер, ол сіздерге ұсынылады дейді. То есть
жылдамдық ұсынылады деген, ол ана пачка сигаретті айтып едім ғой сендерге. Темекінің сыртында тұрады ғой. Жаным сол, темекі тартпа, өлесің, андай бүйрегің ауырады, анандай тістерің сарғаяды деген сақыл жазады ғой. Рекомендация береді ғой, сен все равно тарта бересің ғой, анаған бәрібір оқып тұрып тартасың да бүйтіп, деп күліп бар ғой. Сол сақылды белгіді, короче, сен жоғарыда төмен жүре бересің, ол саған жай ғана рекомендация береді. Сондықтан сіз елді мекен тыс жерде негізі 100-бен жүре аласыз да, осы белгіден 75-тен жоғары жүрулеріңізге рұқсат етіледі. Ары қарай кеттік мында. Өзім де бұрын темекі тартқам ғой, енді айтып қойайын енді. Қазір тастап кеткем негізі. Сол рекомендациясы негізі өтті бар ғой. Постоянно қараймын да ананың ішінде разный суреттер, ана бар ғой, темекінің сыртында ана сары тістер көрсетеді ғой. Көгеріп кеткен тістер. Соны қарайсың да, сосын айнаға барып бүйтіп қарап аласың. Сондай ма не? Сондай ма деп. Короче, нормально. Бросил это все. Так, мұнда рұқсат етілген деп белгілейміз. Келесі сұрағымыз, достар, иілгіш тіркемеде сүйрету кезінде сүйрететін және сүйретілетін көлік құралы арасында қандай арақашықтық қамтамасыз етіледі дейді. Иә, ондай да тұрады, Ербол, конкретно айтайын, иә. Енді қараңдар, жандарым, бүйтіп түсіндірейінші сендерге. Давайте осы жерде біз мынау буксировка деген тақырыпты бір өтейік, иә, сіздермен бірге. Енді қараңдар, на всю жизнь запомните, бір рет өткізем, давайте мында 618 адам екен, давайте бәріміз бір 20-30 рет лайкты басып жіберейікші. Мен сіздерге осы тақырыпты полностью раскрывать етіп берейін, короче, чтоб больше сомнения болмайтындай. По-любому буксировка жасайсың, машинаны сынбайды емес, сынады, сол кезде қалай сүйреу керек екенді сізге түсіндірейін. Әрқайсымыз, достар, лайкты басайық. Қараңдар, мына арада бізде гибкая сцепка дейді. Осының ұзындығы бізде 4-6 метр болу керек. Представь теперь 4-6 метр, мына арадан ана жаққа дейін 4-6 метр примерно. Арасына басқа көлік кіркету мүмкін. Ондай болмас үшін мынандай таным белгісі орнатылады екен, мынандай бар ғой. Ірі көлемді жүк деген мынандай міне екеу болу керек. Екіден төмен болмау керек. Немесе мынаның ортасына білмеймін, қызыл нәски бұрайсың ба, пакет бұрайсың ба, әйтеуір ақпарат беріп қой көрексің, сенді тіркеп сүйреп жатыр деген сақылды. Түсінікті ма? Жақсы. Енді осы буксировкаға келсек, бізде жылдамдық қандай болады екен осы буксировка жасағанда? Мысалы, давайте сұрақ қойын. Сіздер тұрғын аймақта, мысалы, қандай жылдамдықпен жүресіңдер? Тұрғын аймақта, жандарым, сол 20-мен жүресің. Басқа жерлерде автомагистраль болсын, қаланың іші, қаланың сырты болсын, сіздердің жылдамдықтарыңыз 50 болады, жандарым, сол. Жақсы. Енді самый главный задачасын айтып өтейін. Бізде буксировка жасаған кезде, біздің Қазақстанда, білмеймін, ПДД оқыды ма, оқыған жоқ па, әйтеуір бәрі аварийкаларын қосы жүретті. Жаным сол, қараш, сен аварийканды қостың, мына аварийкасын қосты, қалған жүргізушілер қайдан біледі? Мынау екеуі қайда бара жатқанын, не? Андай интуициямен жүрмейміз ғой біз, или вообще біз Қазақстанда бәріміз ясновидящий емеспіз ғой. Сондықтан, жандарым, артындағы көлік аварийкасын қосады, не үшін? Ол басқаларына ескертеді. Мен бұзылып қалдым, мен сүйреп жатыр деген сақылды. Алдындағы көлігін зачем аварийка қосасың, жаным сол? Сен типа менің братаным деп кетіп бара жатсың ба? Сен тек қана фара қосасың, жаным сол. Сен бағыт көрсетпейсің ба, қай жаққа кетіп жатсың? Соны көрсетесің. Сондықтан ертең даже қаланың ішінде көрсеңдер осындай буксировка жасап келе жатса, алдындағы көлікке айтыңдаршы, жандарым сол. Сен фаранды қоста, бағытты көрсетсеш, жаным сол. Поворотник қана қосасыңдар, бағытты көрсететін. Все. Осындай міне ситуация. Қазақстанда дәл қазір бәрі аварийкасын қосады екен. Қоспаңдар, алдындағы көлік жай ғана фарасын көрсетеді и бағытты көрсетеді, қайда жүретін. Түсінікті ма? Жақсы. Енді қай кезде бізде буксировка жасауға болмайды десеңдер, енді тайғақ жол болды, гололед кезде о жерде эвакуатор шақырыңдар. Немесе артындағы көлікте, мысалы, тежегіші істемейді, руль дөңгелегі істемейді. Мысалы, тежегіш істемесе сен тоқтайсың, ол сенің артына барып қадалады. Түсінікті ма? Короче, мынандай ситуация. Менде бір апайым бар.
апайым көлігі бұзылып қалды. Көлігі бұзылып қалды, енді білет, автоматта машинасы. Содан кейін көлігіне отырады, алдына күйеуі келеді, екеуі буксировка жасайын дейді да, тросын жалғайды. Әйелі апайым отырып алған көлігіне, күйеуі айтады, драйвқа қой, жаным, сол драйвқа қой, драйв емес, нейтралкаға қой дейді. Коробка автоматта сүйреген кезде автоматты нейтралкаға қоясыңдар. Қойды нейтралкаға. Бір уақытта буксировка жасайды ғой. Буксировка жасаған кезде ағам джиппен жүреді, солға қарай айда өтеді. Апайым прямой кетіп қалады. Неге десеңдер, апайым кілтті бар ғой, замок зажиганияға қоймағанда, рулім бар ғой, блокқа түсіп қалады екен. Замок зажиганияға қоймасан. Нейтралкаға қояды да сүйреген кезде братаным солға кетеді, апайым тура кетіп қалады да, екі жақтан екі машина тағы да соғады ғой. Видите, какая ошибка. Любой буксировка жасағанда кілтіңді алды, замок зажиганияға бір қосып қойшы, чтоб рулім блокқа түспейтіндей. Вот такая вот ситуация была в жизни, да? Так что, жандарым, сол любой ситуацияда нейтралкаға қойып, кілттеріңді замок зажиганияға қосып қойыңдар. Аккумуляторын істеп тұр ма, істеп тұрған жоқ па? Все, әрі қарай кеттік. Келесі сұрағымыз. Мотоциклді басқара отырып, тура жүруді жалғастыруға рұқсат етіледі ме дейді. Енді бәріміз білеміз, бүкіл данындай домалақ белгілер бізде тыйым салу белгілері болып саналады, бізді көбінесе мектепте бүйтіп үйретеді. Ішінде қандай сурет салынады, сол сізге тыйым салады дейді. Мысалы, мороженыйдың суреті салынып тұрса, саған осы жерде мороженый жеуге болмайды. Иттің сурет салса, итпен жүруге болмайды дейді. Сондай сақылды да, бірақ мына арада бізде міне жеңіл көліктің суреті салынса, ол да кімде моторы бар, соларға ғана кіруге тыйым салынады. Мысалы, мотоциклда бар, сондықтан кіруге болмайды. Я со своими словами вам объясняю, да? Мында тыйым салынған деп белгілейміз міне. Өте керемет. От души. 80 мың лайкқа жеттік па, достар? Осы жол белгісі не туралы хабарландырады дейді. Так. Тест пен вождение тапсыру керек дейді. Тапсырсайшы, барып, смело. Что за знак на осы жол белгісі не туралы хабарландырады дейді. Керек емес белгілер, по сути, Қазақстанда бір қолданып, прям бүйтіп, бір қиылысқа, бір, не знаю, бір административный зданияға бір қадап қойған көрмеппін да, белгіні, бірақ бар да жол ережесінде. Жұп сандар дейді, тақ сандар бар және жұп сандар. Вообще, давайте начнем, осыны түсіндіріп өтейінші сендерге, міне. Бір деген көрсеңдер мынаның ішінде, ол бізде тақ сандар. Мына жұп сандар, міне. Жұп сандар деген білесіздер ғой, күнтізбе календарында аласың, сосын қарайсың, бүгін нешесі бізде? 13-і ма? 13-і біз мұнарада 5 минуттан жоғары тұра береміз. Именно 14-і, 16-сы, 18-і біз мұнарада 5 минутқа дейін тұруымызға болады, 5 минуттан жоғары тұруымызға тыйым салынады. Сондықтан давайте дұрыс вариантын таңдайық. Автокөліктің айдың жұп сандары күндері тоқтап тұруына тыйым салынады дейді. Міне, басамыз міне. Памам. Өте керемет. Рахмет, достар. Қайта-қайта мынау сұрақтар келе берді ғой енді. Сіздерге ақпарат берейін. Егерде тест алғыларыңыз келсе, міне біздің TikTok парақшаға тіркеліп кетіңіздер. Сообщение деген жерге басасыздар. Әділет аға, маған тест керек еді десеңіздер, өзге рахмет. Менің атынан сіздерге қосымша жеңілдік болады. Және де егерде кітап алатын болсаңыздар, соны да жазыңыздар. Кітап алам, тест алам деген сақылды. Осы жерге жазыңыздар TikTokқа. Сіздерге эфир аяқталған соң біздің менеджерлер қосымша жеңілдік менің атынан жасап беретін болады. Поехали. Сіз осы жағдайда жолаушыны отырғызуды жүзеге асыра аласыз ба дейді. Можешь ты забрать этого человека? Скажи мне, пожалуйста. Рұқсат етіледі, тыйым салынады, айдың жұп саны күндерінде ғана рұқсат етіледі дейді. Не істейсің, нарада, айтшы маған. Уалейкум ассалам, брат дейді мұнда. Кітап алу керек еді дейді. Қайнұр дейді. Міне, мағамда жазыңдар. Таба алмай жатсаңдар кітапты, мағам тіркеліңдерші. Міне, TikTok парақшам, жеке парақшам. Сіздерге сосын түсіндір жүрем, қалай кітапты алу керек.
Мында достар бүйтіп түсіндірейін. Мүмкін кейбіреулеріңіз түсінбей жатқан шығарсыңдар. Бұл жерде сіздер алып кетуге бола ма десе, бұл белгіде білесіңдер, тақ, жұп, сандар деп тұр, оған қарамайсыңдар. Вообще қарамаңдар. Просто мына стоянка запрещается деген белгі қойып, 5 минутқа дейін саған тұруына болады, алып кетесің мынаны. Сондықтан жай ғана рұқсат етіледі деп белгілейсіңдер. Жарай ма? Жақсы. Келесі, елді мекендерде аялдамадан қозғала бастайтын маршруттық көлік құралдары дейді. Көлік құралдары өткізуге тиіс, оларға жол бергендігіне көз жеткізіп, қозғалысты бастауы мүмкін дейді. Тоқтай тұрыңдар, басыма кішкене қонбады. Елді мекендерде аялдамадан қозғала бастайтын маршруттық көлік құралдары өткізуі тиіс дейді. Оларға жол бергендігіне көз жеткізіп, қозғалысты бастау мүмкін дейді. Конечно, вариант Б дұрыс болады. Они должны убедиться в том, что мы их пропускаем, после этого начинать движение. Не так, что поворотник қосты да, айдай салды, да? Это тоже опасно. Әрі қарай кеттік. Бағдаршамның қызыл жыпылықтайтын сигналы кезінде теміржол өткеліне кіруге рұқсат етілген бе дейді. Рұқсат етіледі, тыйым салынады. Короче деп бір сағат айтып отырамын мынау сабақты. Қараңдар. Былай болады міне. Көп елді мекендерде, мысалы елді мекен тыс жерде, мысалы пойыз жоқ деп санайықшы, жай ғана қызыл жанып тұрса, шлагбаумы жоқ болса, көп жүргізушілер бүйтіп оң жақ, сол жақтарына қарайды айдап өтеді. Жандарым сол, осылай айдап өтсеңдер, 10 МРП штраф аласыңдар. Сондықтан бұл жерде не істейміз? Егерде қызыл жанып тұрса, онда бағдаршамның алдында тоқтайсың да, мұнан тосасың, бағдаршам қашан өшеді екен деп. Өшкенсің ғана жүрісіңді бастайсың. Үйті өшкенсің, қосымша қарап өт жолға, жарай ма? Өйткені қауіпті аймақ емес пе мынау? Соны тыйым салынады дейсіңдер міне. Көбісі бүйтіп ойлайды, қараш, егер жақындап келе жатқан пойыз болмаса, рұқсат етіледі деп ойлайды, өмірде. Олай емес, просто тыйым салынады саған. Это тоже было, да, жаңа ғана түсіндірдік. Егерде автобустың белгісі болмаса, онда мұнда бізде тыйым салынады міне. Әрі қарай кеттік. Жүргізушіге осы белгінің қолданылу аймағында аялдауға рұқсат етіледі ме дейді. Қараңдар, варианттарын. Мысалы, бұрын бізде директор бар ғой. Бұрын мен Семей қаласында 5-ші мектеп деген Шәкәрім атындағы номер 5-ші мектеп гимназиясында оқыған ғой бұрында. Кәдімгі гимназияда белгілеп кетейін. Сол кезде бізде директор болған, сатып алды деген. Ол кісі бүйтіп айтады, мисалы деп айтады. Мысалы деген сөзді мисалы деп айтады. Ондайларым бар ма, жандарым? Айдыңдар? Қараңдар. Мисалы бұл белгіден бастап келесі қиылысқа дейін сіздерге жүріс бағыты бойынша аялдауларыңызға тыйым салынады. Сондықтан бұл жерде сіздерге аялдауға болмайды. Содан кейін менің братаным бар бір. 100 дегенді, 400 дейміз ғой, ол 400 дейді, 400. Мысалы, 300 десен 300 дейді, 500 десен 500 дейді, бірақ 400-ге келсен 400 дейді. Жаным сол тілің бұралып қалған ма, не дейін да? 400 десен 400 дейді. Ондай да болады екен. Рұқсат етіледі. Жүргізушіге осы белгінің қолданылу аймағында аялдауға рұқсат етіледі ме де? Тыйым салынады, конечно. Бар екен да, онда адамдар. 5-ші гимназия, мен 39-ші мектепте оқығанмын дейді. Меруерт, өте қуаныштымын. Егер сіздің көлік құралыңыздың жүкпен немесе жүксіз габаритті биіктігі осы жол белгісіне көрсетілгеннен көп болса дейді, сіздер осы бағытта жүрмеңіздер, себебі биік болып тұр ғой, анау төмен болып тұр ғой саған. Онда сен басқа бағытпен жүресің, или КамАЗыңды басын бұрып қойып өтесің ба деп. Әрі қарай кеттік, участка басқа маршрут бойынша айналып өтеді дейді. С-ні басамыз, жақсы. Рахмет достар, 100 000 лайкқа кішкене ғана қалды. Ертең ба? Ертең эфир болмайды. Ертең Құдай қаласа басқа жұмыстар шығып тұр. Сізге көрсетілген жерге аялдауға рұқсат етіледі ме дейді. Мұнда әрине автобус жолағында сіздерге болмайды.
жүріс бағыты бойынша қоясың ба, қарама қарсы бағытта қоясың ба, сен вообще болмайды мұнда. Келесі сұрағымызға келдік. Міне, осы жол белгісі нені талап етеді дейді. Ертең мынандай белгі көресіңдер ғой, астында ол влажное покрытие деген сөз. То есть мынау 40 деген сіз жоғарыда төмен жүре беруіңізге болады. Астындағы влажное покрытие ол сіздерде андай жаңбырлы күні немесе жол сізде андай не болады ғой, мокрый покрытие сол кезде. Осы жағдайда ештеңке талап етпейді дейсіңдер. Конечно, ештеңке цена басамыз. 30-ға жетіп қалдық. Давайте, кішкене қалды, 10 сұрағымыз қалды. Давайте добьем. Автомагистральда оқу мақсатында көлікпен жүруге рұқсат етіледі ме дейді. То есть автомагистральда автошколаның мұғаліммен жүруіне бола ма дейді да, вождение. Болмайды. Қазақстанда тыйым салынады. Неге десеңдер, қараңдар, мен сендерге бүйтіп түсіндірейін. Здесь логически можно разобраться. Автомагистральда жылдамдық ең төменгі 40 болады, ең жоғарғы 140 болады. Енді сен көлік мектебімен, көлігімен қанша жүресің? Максимальный 40-пен жүресің. Енді автомагистральда қалай жүрейін деп отырсың, айшы, маған жаным сол. Сондықтан автомагистральда болмайды. Менің ойымша негізі көлік мектептерінде бір рұқсаттама алу керек сақылды бар ғой. Автомагистральда қалай жүру керек, не істеу керек, соны да білу керек негізі де бар ғой. Жай ғана теоретически емес, но и практически білетіндей болса, өте керемет болушы еді. Негізі вождениеға бізде ночное вождение, дневное вождение, там автомагистраль, жилая зона деген бір определенный участоктармен үйреткенде бізде жол қауіпсіздігі жоғарылайды да. Сол негізі менің ойымша ол дұрыс. Программаға қосымша қосу керек сондай темаларды бар ғой. Мұнда тыйым салынады дейсіңдер. Жақсы, ары қарай кеттік. Бұл жағдайда қандай көліктің жүргізушісі трамвайға жол беру керек дейді. Қараш, екеуіне де бересің ғой арада. Екі автокөлікке береді. Жақсы, міне анимациясына қарап өтейік. Ары қарай кеттік. Міне мынау сұрақ енді потолокта. Қараш, жаным сол. Сен көлікпен келе жатсың, алдында мынандай белгі пайда болды. Бұл белгіде саған айтып тұр, жүк көлікпен тура және оңға жүресің дейді. Бірақ сен жеңіл көлікпен келе жатсың, қандай бағытта саған жүруге рұқсат етіледі? Қалай ойлайсың, жаным сол? Қараш, мында бізде екі жолақ бар, міне. Бірінші жолақ, екінші жолақ. Сен белгіге мүлдем бағынбайсың, көзіңді жаба салып етіп, қарамайсың. Онда біз негізі кез келген бағытта жүреміз, дұрыс па? Бірақ оңға бұрылу үшін біз оң жақтағы жолаққа түсу керек едік. Сондықтан біздің дұрыс жауабымыз екі солға және кері жүреміз. Уже оңға бұрылуларыңызға тыйым салынады. Түсінікті ма? Сондықтан кез келген деген қарындастар, бауырлар, қазір печендарынан ұрып құлатам сендерді. Ол дұрыс емес. Міне, 2, 3 және кері бұрыласыңдар. Ары қарай кеттік. Келесі сұрағымыз, сіз осы жағдайда жолаушыны отырғызуды жүзеге асыра аласыз ба дейді. Сіздерге былай айтайын, ертең қаланың ішінде жүресіңдер, по-любому біреуді алып кетейін деп отырсыңдар, мына арада сплошной болса, кіруіне мүлдем болмайды, жаным сол. 1 секундқа да болмайды саған. Ал егерде жол таңбасы үзік-сызық болса, Арука, рахмет, үзік-сызық болса, онда сіздерге кіруге болады 5 минутқа дейін. 5 минут деймін ғой, жаным сол, өтірік айта салдым мен сені. Үзік-сызық бола ма, автобусный полосада сізге тек қана жолаушыны алып кету үшін ғана кіруіңізге болады, и то автобусқа кедергі келтірмеу керексіңдер. Түсінікті ма? Два варианта. Жоқ, тыйым салынады дейсің. Сплошной болса, үзік-сызық болса, болады дейсің. Жақсы, ары қарай кеттік. Так, сізге қиылса жүрісіңізді қандай бағытта жалғастыруға аласыз дейді. В принципе, бүйтіп ойлайсың да, арада бүйтіп қарайсың да, бүйтіп. Қиылысқа бүйтіп қарайсыңдар, сразу. Мұнда бөлу жолағы бар екен. Значит, қиылыстың екі бөлігі бар екен мұнда. Бірақ мұнда былай сендерде. Мұна қиылыстың бірінші бөлігінде сіздер міндетті түрде тура бағытта жүру керексіз. Сондықтан дұрыс жауаптарыңыз тек қана тура дейсіңдер. Тек тура мұна. Тек солға болмайды. Мұнда қиылыстың екі бөлігі бар ғой, бірінші бөлігінде сен тура бағыт жүресің. Егер анау қиылыстың бөлігі тура бағытта екі бөлігі болса, онда бірінші бөлігінде тура, екіншісінде солға және кері бұрыласың. Айырмашылығы сол.
Әрі қарай кеттік. Мына деген не деген белгі? Осы жол белгісі орнатылған жол учаскесінде жүру кезінде сізге дейді. Бір оқушым айтады ғой, аға мынараға міне нәски еліп қойған ба, не деген белгі мынау дейді. Мына белгіміз негізі бүйірден соғатын жел дейді. Сіздерге бүйтіп айтайын. Мысалы, жабық алаңнан ашық алаңға шықсан, көлігіңді оңға қарай, солға қарай тарту мүмкін. Сол кезде осындай белгі орнатылады. Саған алдын ала руль дөңгелегін қаттырақ ұста, содан кейін жылдамдығында азайт, назар аудар дейді. Мұқият бол дейді. Сол үшін достар, осындай белгіде ойламаңдар арада бір жерде бір насок сатама деп. Олай емес. Жылдамдықты азайту және автомобильдің жүру траекториясының болжамы ауытқуына дайын болу ұсынылады дейді міне. Понятно? Жақсы. Әрі қарай кеттік достар. Келесі сұрағымызға келсек, екеуі де 30-мен келе жатыр. Улитка сақылды. Сызылып келе жатыр да. Өздері елді мекен тыс жерде білмеймін әңгіме соғып жатыр ма, телефон шұқылап жатыр ма, екеуі 30-мен келе жатыр. Это факт. Енді мына белгіні көріп түсіндір ғой. Домалақ 50 деп тұрса, ол жаным сол осы белгіден кейін 50-ден жоғары жүр дейді саған. Сондықтан екеуі де нарушитель болып табылады. Түсінікті ма? Сондықтан мында дұрыс жауабым екеуі де бұзуда дейсіздер міне. Әрі қарай кеттік. Келесі өзі қанша? 3 сұрағымыз қалды, иә? 3 сұрағымыз қалды. Сіздерге дәл қазір қандай траекториямен бұрылуға рұқсат етіледі? Қазір осы жерде сіздерге плотный сұрақтар дополнительно қоям. Содан кейін дома боласыңдар қазір. Дайын болыңдар. Қандай траекториямен оңға бұрылуға болады саған? Айсұлтан 2 дейді, Нұрхан 2, 1-мен бұрыла саласың. Жандарым сол, қараңдаш. Мына арада не көріп түсіңдер? Сендерде 2 жолақ бар. Мына белгіні білесіңдер, басты жол дейді. Астындағы белгі саған тек қана оңға жүр деп тұр ма? Жоқ, ол саған ақпарат береді. Односторонниймен қиылысып жатсың, жаным сол дейді саған. Сонда оңға бұрылушың алдын ала оң жаққа көшпейсің ба сен? Братан, мен көріп тұрмын ғой, арада знак тұр, міне, тамба тұр. Тура және оңға. Неге мен осы жолақтан бұрыла салмаймын? Жаным сол, сен оң жағында ешкім жоқ қой. Сен оңға қарай алдын ала көшіп ал, нара тем более үзік-сызық болып тұр. Осы жолақтан бұрылуға болмайды саған. Мына арада көлік болса ғана бұрыла аласың. Түсінікті ма? Жақсы. Ал енді бүйтіп түсіндірейін. Егер де мына жолақта бізде сплошной болса не істейсіңдер? Қараңдар. Мына арада бізде сплошной бар міне. Сплошной. Енді қандай бағытпен сен оңға бұрыла аласың? Айтшы маған. Давайте проверим ваши знания. Тек тура дейді біреу. Өтпейміз дейді, молодец. Міне көбісі бірді басып жатыр міне. Бірді басып жатыр. Тек тура деп Бекжан жазды міне. Бұрыла алмаймыз дейді. Енді сіздерге тағда түсіндіріп өтейін, Бұл белгі сіздерге тек қана оңға жүруге рұқсат бермейді. Оңға жүре аласың енді. Бірақ саған односторонниймен пересекайся, короче. Значит, сен бұл белгіде де тура жүруіне болады. Енді мына жол таңбасына қарасаң, тура және оңға дейді. Мына сплошной, оңға түсе алмайсың. Значит, сенің оң жағында көлік болмаса, сен тек қана тура бағытта ғана жүруіне рұқсат етіледі. Түсінікті ма? Онда 2 траектория бойынша оңға бұрылуға тыйым салынады дейсіңдер. Түсінікті ғой? Жақсы. Өте керемет сұрақ негізі, Маған ұнады. Негізі орынды сұрақ та, өте қиын сұрақ мынау. Все, дальше кеттік, достар. Бізде ақырғы 2 сұрағымыз қалыпты. Обязательно, достар, тіркеліп кетіңіздер біздің TikTok парақшаға. Біз күнделікті осындай қызықты эфирлар өткіземіз. Сағат 11-ден 12 уақыт аралығында қазақ тілінде, жол қауіпсіздігі үшін, достар. Және де кешкі 6-дан 7 уақыт аралығында орыс тілінде болады. Орыс тілінде де осындай сабақтар өткіземіз. Тіркеліп кетіңіздер, бұл аккаунтты жандарым сол жоғалтпаңыздар. Бізде 2 сұрағымыз қалды. Рахмет сізге. Рахмет деген біз бауырымыз сыйлық жіберді. Рахмет. Міне, мынандай өте керемет кітаптарымыз бар. Егер де көлік мектебіне жазылам, оқиым, немесе правам бар, бірақ есімнен шығып кетті, жол қозғалыс ережесі, осындай кітап бар. Бұл кітаптың ерекшілігі, жандарым, қараңдар, бұл кітапта мынандай иллюстрация суреттері бар. Сіздерге жеңіл болады жаттауға, ПДД-ны. Сөйлемін оқисың, суретіне қарайсың, жаттадың.
Сонымен тоқтаған жоқсыңдар достар. Мына арада бізде тесттің сұрақ жауаптары болады әр тақырыптың соңында. Это чтобы ты закрепил полностью материал. Және де QR код болады, сол арқылы сіздер өз білімдеріңізді қосымша тексерулеріңізге болады телефон арқылы. Қазір 21 ғасыр. Каспий магазинда 4990 теңге Қазақстан бойынша барлық қалаларға жеткіземіз. Алып дайындалыңыздар. ПДД РК 2024 достар. Рахмет. Дальше кеттік, Мұнара жеңіл автокөлікке көрсетілген жерге тоқтау рұқсат етіледі ме дейді. Енді қараңдар жандарым, мынандай ситуация болады. Ертең сіздер мына белгіні білесіңдер. Тоқтауға тыйым салынады дейді. Астындағы белгісіне қарасақ, стрелка төмен көрсетіп тұр. Ол нені білдіреді? Бұл белгінің қолданылу аймағын көрсетеді. Осы белгіге дейін осы аймақта мен сызып қойған, сіздерге мүлдем тоқтауға болмайды. Жай ғана жол бойында емес, және де тротуардың үстінде де саған аялдауға болмайды. Сондықтан біз белгіден өткенсің өзімізге аялдауымызға болады. Түсінікті ма? Давайте сіздерге тағда бір қосымша бір сұрақ қояйын, да? Я обожаю же қосымша сұрақтар. Қазір сіздерге қоямын. Мысалы, бүйтейік міне. Мына араға бір көлікті қояйын, мына араға бір көлікті қояйын. Енді айтыңдаршы міне. 1, 2 және де 3. Қай көлік жүргізушісіне аялдауға тыйым салынады? Ал енді давайте проверим знания. Сіздерге үлкен рахмет, достар. Көлікке мешать етсе болмайды дейді. Қай көлік жүргізушісіне аялдауға тыйым салынады? Запрещается кому? 1 мен 3, 1 мен 3 дегендер көп көріп жатырмын да. Сендерге жаңа ғана түсіндірім ғой, жандарым сол. Мында мұқият қараңдаршы. Бұл белгінің қолданылу аймағы былай болады міне. Тыңдаңыздар. Бұл белгі міне орнатылған жерінен сіздердің жүріс бағыттарыңыз мынау емес пе міне. Сондықтан именно осы аймақта сіздерге аялдауға тыйым салынады. Сен қарама-қарсы бағытта бұл белгі қолданбайды ғой, жаным сол. Сондықтан сен мына араға тоқтайсың, немесе разворот жасайсың да мына араға тоқтайсың. Сол кезде саған рұқсат етіледі. Түсінікті ма? Сонымен вариант только один болады. Дополнительный вопрос. Мұнда рұқсат етеді дейсіңдер. Өте керемет. Ой, бір. Видите? Здесь логику надо включать. Сүйрету кезінде сүйретілетін автобус жолаушылардың болуына рұқсат етіледі ме дейді. Рұқсат етіледі. Тек қатты тіркемеде сүйрету кезінде рұқсат етіледі, тыйым салынады дейміз. Өте керемет. Дана басамыз. Жақсы достар, қараңыздар, біз сіздермен бірге жалпы 40 сұрақ өттік, 40 сұрақтан 40-ын жауап бердік. Ол өте керемет. Жұғысты болсын, ертең емтиханға барғанда дәл осылай сұрақтарды бізбен бірге осылай ойларыңызға менің стримімді алып, полностью сұрақтарды талдап, шығарып, емтиханнан жеңіл өтіңіздер. Сіздерге барлықтарыңызға сәттілік достар, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Біз күнделікті осындай қызықты эфирлар өткіземіз pddtest.kz командасынан. Сіздермен Адлет Джунусов, pddtest.kz командасы. Барлықтарыңызға рахмет. Тест алатындар жандар болса, мына араға сообщение деген жерге басасыздар да, Адлет аға маған тест керек еді деп жазыңыздар. Бүгінгі стрим негізі жақсы өтті, көп деген сұрақтарды сіздермен талдап, негізі бар ғой, достарыңыз болса, мысалы, жол қозғалыс ережесін жаман білет, және де постоянно штрафтарын алатын жандар болады. Сол кезде обязательно жіберіңдер маған, жарай ма? Жақсы, сәттілік.